Осы қазіргі заманауи қазақ поэзиясы жақсы ма, әлде бұрынғы поэзия мықты ма? Сіз қалай ойлайсыз? Кейбіреулер қазіргі поэзия тым күрделі, түсініксіз, бұрынғыдай емес дейді. Ал енді біреулер жаңа заманның жаңа толқыны пайда болды. Біз ескі үлгіден шығып, өзгеше бағытқа бет бұруымыз керек дейді. Бүгін біз осы сұраққа жауап іздеп көреміз. Ол үшін бір заманауи ақынның және бір классикалық ақынның өлеңін алып, салыстырып көрейік. Мысалы, заманауи ақын Тыныштықбек Әбдікәкімовтың мына бір қысқа өлеңін қарастырайық. Күзгі жапырақ құлай беріп тұрып алды. Өкінішіндей. Көрдіңіз бе? Өлең өте қысқа, бірақ ойландырады. Мұнда жапырақ өмірдің өтпелілігі, өкініштің белгісі болуы мүмкін. Жапырақтың құлап бара жатып, бір сәтке тұрып қалуы адамның өз тағдырына қарсы тұруға тырысуы, бірақ бәрібір уақыт заңына бағынуы сияқты. Бұл сізге қандай ой салады? Ал енді Абай Құнанбайұлының табиғат лирикасына назар аударайық. Ол да күзді сипаттаған, бірақ мүлдем басқа стильде. Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан. Күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Мұнда біз нақты бір күз көрінісін, тіпті салқындықты, табиғаттың өзгерісін анық сеземіз. Абай табиғатты суреттеу арқылы адамның көңіл күйін жеткізеді, күз қайғының, салқындықтың символы деп түсіндіреді. Енді осы екі өлеңді салыстырып көрейік. Абай нақты суреттейді, табиғатты тікелей бейнелейді. Тыныштықбек символикаға негізделген, жасырын мағына қалдырады. Абай өлеңінде тікелей эмоция бар, оқырманға түсінікті. Тыныштықбек астарлап береді, әркім әртүрлі түсінуі мүмкін. Менің ойымша екі стиль де өзінше керемет. Бірі дәстүрлі, екіншісі эксперименталды. Бірақ сіз қалай ойлайсыз? Қазіргі заман поэзиясы сізге ұнай ма? Әлде Абай, Мағжан, Мұқағали сынды ұлы ақындардың жолын ұстануымыз керек пе? Ал мүмкін сіздің ойыңызша қазіргі қоғамда поэзия өз өмірін тоқтатқан шығар. Адамдар тек материалдық байлықты ойлап, поэзия мен өнердің құны төмендеп кеткен жоқ па? Осы сұрақтар төңірегінде пікіріңізді білгім келеді. Егер сіздің бұл тақырыпқа қатысты өз ойыңыз болса, міндетті түрде пікірде жазыңыз. Ал егер осы видео 1000 лайк жинайтын болса, келесі видеода мен өзімнің жазған өлеңімді оқып беремін. Жазылуды, лайк басуды және пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.